Шановні українці, Құрметті щойно украиналықтар, я провів телефонну мен розмову Иран президенті з Хасан президентом Руханимен Ірану телефон арқылы Хасаном тілдестім. Рухані. Він Ол приніс ресми түрде барша офіційне Украина мен қаза вибачення тапқандардың туған всій туыстарынан Україні шын жүректен та қайғырып родичам кешірім сұрайды. і визнав факт того, Рухани Боинг що 737 Іраном ұшағы був қателіктің кесірінен український атып Боїнг түсірілгені мойындады. 737. Қазір осы іске Зараз я байланысты хочу халық алдында нарешті ақпаратпен можу бөлісуді жөн детально. санадым. Одразу після авіакатастрофи Апаттан кейін створено бірден та Украина ұлттық розпочато қауіпсіздік роботу және қорғаныс кеңесінің оперативного маңында штабу жедел штаб РНБО құрылды. України. Ми Біз відправили Тегеранға до үздік Тегерана қызметкерлерімізді жібердік. найкращих фахівців Олардың экспертиза нашої саласына країни тәжірибесі з великим айтарлықтай мол. досвідом Украина бас експертиз. прокуроры кеңсесі ресми түрде Иранға, Офіс Канадаға, Генерального Швецияға және прокурора Ұлыбританияға України звернувся халықаралық до зерттеу тобын Ірану, құру до ұсынысын Канади, жолдады. Швеції та Великобританії з пропозиціями про створення міжнародної слідчої групи. Наша пошуково-рятувальна група Біздің зерттеу тобымыз Тегеранға 2 сағаттан соң жетіп жұмысын бастап кетті. Иран президентіне лезде хабарласып эксперттерімізге көмек білдіруін талап еттім. Оларға барлық ақпаратқа, қара жәшікке, радарлардағы жазбаларға бірден жол ашылды. Доступ до фрагментів літака, чорних скриньок, записів радарів та диспетчерів з центру управління польотами. Для ідентифікації тіл загиблих Шұғыл түрде було дуже швидко қаза зібрано тапқандардың кім зразки екендігін ДНК анықтау үшін ДНК нұсқалары жиналды. бортпровідниці, Жолаушылардың родичі, туысқандары мен які бортсеріктердің знаходились на мәліметтерін тимчасово сұрастырдық. окупованій території. Ми працювали Біз системно, жүйелі жұмыс жасадық. без істерик, Жөнсіз эмоцияларға заради ерік бермедік. досягнення Мақсатымыз результату, апаттың а неден саме орын алғандығын анықтау з'ясування болды. правди щодо обставин авіакатастрофи. 10 січня у мене відбулася розмова з державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Америка құрама Майклом штаттарының Помпео мемлекеттік та хатшысы зустріч Майкл з Помпеомен тимчасово хабарластым. повіреною у Сондай-ақ справах США Украинадағы України ақш істері бойынша жауапты тұлға яка Кристина передала Квинмен кездестім. важливу і Олар корисну өздері інформацію тапқан для ақпараттарымен бөлісті. Також важливу інформацію передала Ұлыбритания особа елшісі Об'єднаного Мелинда Симонс та Королівства барынша Великобританії көмек қолын созды. Мелінда Сімонс. Зараз група українських експертів Қазір продовжує украиналық свою эксперттер жұмысын для повного жалғастыруда. завершення Бәрін розслідування, егжей-тегжейлі що зерттеу үшін потрібно тағы да провести бірнеше жайтты анықтау керек болып Наразі тұр. вони намагаються Дәл қазір олар реконструювати орын алған апаттың толық картинасын Повертаючись сипаттаумен до әлек. розмови з президентом Ірану, ми домовились, Иран що президентімен прямо зараз қаза тапқандардың він кім буде екендігін відданий жылдам анықтау наказ үшін барынша максимально тертеугеміз деп швидко, келістік. спільно з українськими Мүрделерді експертами Украинаға закінчити қайтаруымыз қажет. ідентифікацію Және бұл тіл шұғыл загиблих жасалуы та тиіс іс. підготувати їх для повернення в Україну. Ми домовились про повну Иран юридичну президентімен та және технічну істі жылы взаємодію, жаба салмауға включаючи уәделестік. питання отримання Украина бас компенсації. прокурор кеңсесі Ми қылмыстық домовились, іс що қозғайды. ніхто Бейбіт күнде не отандастарымыздың қазасы үшін кінәлілер Офіс жауапқа Генерального тартылады. прокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України. Уряд надасть Мемлекет фінансову олардың допомогу туыстарына қаржылай органам көмек ЗАГС. білдіруі міндетті. Держава Украина також билігінен бөлек всіляко оларға сприятиме сақтандыру компаниялары мен отриманню ними Иран компенсації Ислам від Республикасына қаржылай перевізників, көмек жасайтындай страхових қыламын. компаній та Исламської Республіки Іран. Дорогі українці, Құрметті отандастар, в ці бұл қиын қыстау заманда уәде беремін. для кожного з нас я хочу сказати наступне. Я поверну Мен всі қаза загиблих. тапқандардың денелерін отанымызға қайтарамын. Туған туыстар қоштаса алатындай жасаймын. Оларды лайықты түрде ақтық сапарға шығарып Ми саламыз. гідно вшануємо Айыптыларды їх жауапқа пам'ять. тартамыз. Всі винні будуть покарані. Ми повернемо Украина халқына не қауіпсіздік лише және відчуття әділеттілік безпеки сенімін та оралтамыз. справедливості, а впевненість, Әлемнің қай жерінде болмасын, завжди Украина өз буде азаматтарын вас қорғайды. захищати. Ғаламшардың кез келген нүктесінде.